Сәлеметсіздер ме? Міне бүгін біз 8-ші бөлімнің жігіттің сұлтаны тақырыбына да келіп жеттік. Сабақты бастайық. Бірінші тапсырмада әдеттегідей мәтін берілген. Мәтінде Ыбыш деген жігіт туралы айтылады. Ыбыш денелі, мұрны жалпақ, қой көзді жігіт. Ол көкпарды жақсы көреді екен, ерекше. Өзі шабандоз екен. Әкесі де оның осы қасиетін қатты жақсы көреді дейді. Бірақ Ыбыш өте жайбасар, өте жай қимылдайды. Дегенмен ісіне нығым, мық адам екен. Көкпар болады дегенде естісе, Ыбыш кәдімгідей дайындалады дейді. Әкесіне де оның осы қасиеті ұнайды екен. Себебі ата-бабаның атын шығаратын осы бәйге делінеді. Сол уақытта әкесі жадырап, мәз-майрам болып сөйтіп жүреді дейді. Ал басқа уақытта барлығын өзінің уысында ұстайтын сондай қатаң мінезді адам деген сипаттама беріледі. Енді астында, осы бірінші тапсырманың астында төмендегі сипаттаулар мен суреттеулер кімге немесе неге тән екенін табыңдар дейді. Мұрны жалпақ қой көзді, жалпақ танауы балықтың желбезегіндей желп-желп етеді, көп сөйлемейтін, баяу қозғалатын, жауырындары қақпақтай алып күштің иесі деген сипаттаулардың барлығы Ыбышқа қатысты, тек қатал айтқан істететін жан деген оның әкесіне қатысты. Енді бірінші тапсырманың әсінде мәтінде неше кейіпкерге сипаттама берілген? Олар кімдер дейді. Ыбыш пен әкесіне сипаттама берілген. Мәтіннен Ыбыштың қара күштің иесі екендігін көрсететін сөйлемдерді тауып жазыңдар дейді. Күш дегеніңіз оның бойына симай асылып төгіліп жатыр. Аузын шымшып тіккен екі орыс қабың Ыбыш үшін түк емес. Қауын көтергенде екеуін екі қолтығына қысып алады да, алдына кездесе қалған анау-мынау арық атысыңнан аттап-ұттап жүре береді деген жерді осы Ыбыштың қара күштің иесі екендігін көрсететін сөйлемдер деп белгілеуге болады. Мәтіннен атау, ілік, барыс, табыс септіктерде тұрған зат есімдерді табыңдар дейді. Ол өткен тақырыпқа байланысты. Ыбыштың ілік септігі, мінез құлқы атау септігі, кесім келбеті атау септігінде, сөзі атау септігінде, иығыда атау септігінде, асығу дегенді, нені табыс септігінде, қойға, неге барыс септігінде, ер тоқымын табыс септігі, қамшысына табыс септігі, қамшысына барыс септігінде, күрең қасқаны нені табыс септігі, әкем атау септігі, жайбарақаттығын нені табыс септігі, жігіттің атау септігі, бойына барыс септігі, аузын табыс септігі, қабың атау септігі, көкпарға барыс септігі. Мына жерде қазір байқап отырмын, зат есімге жатпайды, асығу дегенді деген. Сондықтан осы жауап нұсқасы сәйкес келмейді. Қалғандары сәйкес келеді. Ескерерсіздер. Ары қарай мақал-мәтелдердің мағынасын түсіндіріңдер дейді. Бұл мақал-мәтелдер мәтінге байланысты беріліп отыр. Жүйрік алысқа, жігіт намысқа шабады дегені. Яғни аттың жүйрігі өте алыс жерге бара алады деген сөз шауып. Ал жігіт намысқа шабады дегені, шабады деген бұл жерде тырысады деген мағынада тұр. Кез келген істі нағыз жігіт намысына тырысып жақсы істеуге, нәтижеге жеткізуге тырысады деген мағынада. Елдің атын жалғыз жігіт шығарады деген, мысалы бір елде бір адам болса, ол бір өнердің иесі болса, мықты етікші болсын, немесе мықты құдық қазатын адам болсын, мықты математик болсын, бәрібір кім болса да бір өз ісінің маманы болатын болса, онда сол елді бүкіл халық, басқа елдер де танитын болады. Ана пәленшенің елі ғой деп айтатын болады. Сондықтан елдің атын жалғыз жігіт шығарады деген осындай жағдайға байланысты шыққан дегім келеді. Мысалы, біздің елімізді бүкіл елге
танымал етіп жүрген мықты спортшыларымыз бар. Мысалы, бокстан Бекзат Саттарханов арқылы 4 жылда бір келетін Олимпиада ойындары арқылы біздің көптеген спортшыларымыз Қазақстанның атын әлемге танытып жатыр. Ал ән өнеріне келетін болсақ, Димаш арқылы мысалы көптеген елдер Қазақстанды танып жатыр. Соны осындай жағдайға байланысты қолданылатын мақал-мәтел. Жігіттің жұмсаған күшін сұрама, бітірген ісін сұра дейді. Яғни, кез келген істелген жұмыс ол соңына дейін жеткен, нәтижеге жеткен іс болу керек. Мақшыңдап көп нәрсе істеп, бірақ соңында нәтижесіз қалатын болса, ол жарамайды. Яғни, ер жігіт алдыңғы мақалда айтылғандай намысқа тырысып, соңына дейін жеткізу қажет. Ол аз күш жұмсайма, көп жұмыс істеп, көп күш жұмсайма, бәрібір. Осыған байланысты айтылған мақал. Енді бүгін грамматикалық тақырыпқа жатыс, шығыс, көмектес септіктер берілген. Өткен сабақта біз 4 септікті өттік. Бұдан басқа атау, ілік, барыс, табыс септіктерін, келесі септіктер жатыс, шығыс және көмектес септіктері. Өткенде мен айтып өткендей, бұл септіктердің аттарының қойылуында да бір мән бар. Жатыс деген сөз, мысалы жату, кімде жату, неде жату. Мысалы, менің кітабым Айданада жатыр деп айтамыз ғой. Кімде жатыр? Айданада жатыр. Яғни ол Айдананың үйінде немесе мектепте Айданада болуы мүмкін, немесе неде жатыр? Үстелде жатыр, орындықта жатыр кітап, немесе дәптер, партада жатыр деген сияқты. Соған сәйкес, осы септіктің жалғауы да, де, та, те болады. Ол сұрақтан көруге болады оны. Мына жерде кімде, кімнен кейін тұрған жалғау, ол осы септіктің жалғауы болады. Бірнеше нұсқада беріледі, бізде себебі үндестік заңы бар. Киімде, шанада деген мысалдар келтіруге болады. 6-шы шығыс септік. Бұл да шығу, кімнен шығу, неден шығу. Неден шығу дегенді біз оп-оңай түсіне аламыз. Мысалы, үйден шығу, неден шығу, немесе қайдан шығу деп келтіруге болады, Ал кімнен шығу дегенде, мысалы, бір әңгіме, мектепте бір сайыс болатыны туралы бір әңгіме шықты дейік. Ол әңгіме кімнен шықты? Ол әңгіме мектеп басшылығынан шығуы мүмкін. Ол әңгіме мектеп басшысынан шығуы мүмкін. Немесе бір оқушыдан шығуы мүмкін, бір мұғалімнен шығуы мүмкін. Демек, кімнен деген, неден деген сұрақ шығыс септігінің сұрағы болып есептеледі. Жалғаулары наннен, данден, тантен. Ол да үндестік заңына байланысты киімнен және шанадан деген мысалдарды келтіруге болады. 7-ші көмектесу. Кіммен бірге көмектесу, немен көмектесу деген сұрақтар қоюға болады. Біздің қазақ тілінде үндестік заңына бағынбайтын қосымша осы көмектес септігінің қосымшасы. Бұл қосымшаның, яғни көмектес септігі жалғауларының жуан нұсқасы жоқ. Тек қана жіңішке нұсқасы ғана бар. Мен, бен, пен. Ман, бан, пан деген жалғау жоқ. Яғни ол сөз жуан ба, жіңішке ме, бәрібір жіңішке жалғау жалғанады. Киіммен, шана мен. Алғашқы нұсқада киім жіңішке сөз, оған мен деген жіңішке жалғау жалғадық. Шана бұл жуан буынды сөз, дегенмен оған біз мен деген жіңішке буынды жалғадық. Осыны есте сақтаңыздар. Бірінші тапсырманың ғысында мәтіннен жатыс, шығыс, көмектес септік жалғаулармен келген сөздерді тауып, үлгіге сәйкес талдаңдар, мағынасын көрсетіңдер дейді. Орнынан, неден, орын түбір зат есім, үшінші жақ тәуелдік жалғауы, нан шығыс септігінің жалғауы. Жүзінен, неден, жүз түбір зат есім, үшінші жақ тәуелдік жалғауы, нен шығыс септігінің жалғауы.
Кепеден, неден, кепе бір зат есім, ден шығыс септік жалғауы. Бұдан басқа да жалғау жалғанған, септік жалғаулар жалғанған сөздер көп. Оны өздеріңіз іздеп тауып алсаңыздар болады. Екінші тапсырма берілген сөздерді септеңдер дейді. Септік жалғауларын жалғауы өте оңай. Жігіт, жігіттің, жігітке, жігітті, жігітте, жігіттен, жігітпен. Көкпар, көкпардың, көкпарға. Көкпарды, көкпарда, көкпардан, көкпармен. Бүркіт, бүркіттің, бүркітке. Бүркітті, бүркітте, бүркіттен, бүркітпен. Аға, ағаның, ағаға. Ағаны, ағада, ағадан, ағамен. Бауыр, бауырдың, бауырға. Бауырды, бауырда, бауырдан, бауырмен. Мінез, мінездің, мінезге. Мінезді, мінезде, мінезден және мінезбен. Үшінші тапсырма 41-ші аудионы тыңдаңдар. Сипаттаулар арқылы сөзді табыңдар. Басы бастаулардан басталып баяу ағатын кішігірім су бұлбұлақ. Сапар шегуші адам жолаушы. Құранды, діни ғибадатты жақсы білетін адам молда. Затты алып сатумен айналысатын адам саудагер. Төртінші тапсырма көп нүктенің орнына жатыс септік тұлғасындағы қажетті сөздерді жазыңдар. Мекенді білдіретін сөздер. Үйде, мектепте, аулада, қалада, көшеде, ауылда. Жасты білдіретін сөздер. 40-тарда, 30-дарда, мына жерден ны басылып кетті. 10-дарда, 6-ларда, 50-лерде. Мезгілді білдіретін сөздер қыста, жазда, көктемде, түсте, кешке және күзде. Осылай ары қарай толықтыра беруге болады. Бесінші тапсырма жаңылтпаштарды жатқа айтыңдар, жатыс септікте тұрған сөздерді табыңдар дейді. Мұзафар Әлімбаевтың жаңылтпаштары екен. Кемел кемерде жүр, кемерде кемел жүр. Кемер деген қаланың аты, қайда деген сұрақ қойылады, неде деген е. Кемерде дегенге, сондықтан ол жатыс септікте тұрған сөз болып есептеледі. Екінші жиек жиекте, жиекті жиекте. Бұл жерде жатыс септігінде тұрған сөз ол біріншісі ғана, ал бірінші жиекте деген сөз ғана, ал екінші жиекте деген сөз бұл жерде жатыс септігі болып тұрған жоқ. Етістік зат есімнен те деген жұрнақ арқылы жасалған етістік болып тұр. Осыдан ары қарай да видеоларды көріп отыру үшін каналға жазылуды, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. 6-шы тапсырма. Қазақ кино өнерінің алтын туындысы Гауһартас фильмі 1975 жылы жарыққа шықты. Бүкіл одақтық тұсаукесері 1977 жылдың маусым айында Мәскеу қаласында өтті. Фильмнің режиссері, басты кейіпкер, салтанаттың бейнесін сомдайтын актриса іздеу мақсатында үлкен кинобайқау ұйымдастырады. Іріктеуге 10-шы сынып оқушысы Жанна Қуанышева да келеді. Кинобайқаудан өткен ол бірден басты рөлге бекітіліп, қазақ келінінің бейнесін фильмде тамаша сомдап берді. Мәтіннен септік жалғаулы сөздерді тауып жазыңдар. Өнерінің ілік септігі жарыққа, барыс септігі айында, жатыс септігі қаласында, жатыс септігі іріктеуге барыс септігі, кинобайқаудан шығыс септігі, келінінің ілік септігі, бейнесін, кімденені табыс септігі, фильмде кімденеде жатыс септігі, рөлге, кімге неге барыс септігі. Осымен сабақ аяқталды. Видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.